Өмірінің 2,5 жылын Сирияда сергелдеңмен өткізген келіншектің өзгелерден айырмашылығы содырлардың ойыншығына айналмағаны. Құдай айдап жолдасы мен балалары жанында болған. Алайда соғыс олардың жанын алмаса да, көңілдеріне өшпесіз қалдырды. Айдың күннің аманында шытырман оқиға арасына тап болған кейіпкеріміз басынан өткенін бүкпесіз айтып берді. Бұл жерде тамақ болмады, шөп жейтін, кепек жейміз, табылса болды. Ол да табылмайды. Ақша бар, бірақ тамақ жоқ. Жолдасымен бірге Алматы қаласына көшіп барамыз деп жақындарын алдап Қазақстаннан із суытқан келіншек ең алдымен өзін кінәлайды. Маңғыстаудан шыққанда Әсем бұндай қиындықтарға тап болам деп ойламаса керек. Шекара асып ғажап өмір іздеп барған келіншек Сирияның оларды оқпен қарсы алғанын әлі ұмыта алмайды. Сұм соғыстың зардабын көрген Әсем ол жақтағы өткен күндерін есіне де алғысы жоқ. Жылы баспанасын, бауырмал туыстары мен ыстық мекенін Қызыл майданға айырбастап кеткеніне сенгісі келмейді. Дегенмен шындық сол. Өзі қолына қару ұстап соғыспаса да, оның сол майданда болғанына жолдасы себепші. Егер уақыт бармағанда қазір ондай болмас еді, бүйтіп отырмас едік. Қатты өкінемін, үлкен қате жасадым. Балдарым бізге ешқандай тыйым салған жоқ, намазымызға, хиджабымызға, еш затымызға тыйым салған жоқ, біз соның қадірін білмей кетіп қалдық. Ал отбасын Сирияға ертіп апарған Әсемнің жолдасы қақтығыс аймағында жараланып, бір аяғынан айырылған. Арнайы жусан операциясымен Қазақстанға қайтқан ол, бұл күнде уақытша тергеу абақтысында отыр. Әсем барлығын өткеннің еншісіне тастап, жаңа өмірін әлдеқашан бастап кеткен. Алайда жусан операциясымен өмірге қайта келген Қазақстан азаматшасы бүгінгі жарық күнінің өтеуін өлшей алмаса анық. Ең әуелі балаларымның тағдырын ойран еттім деген оның жасағанына бармақ тістеуден басқа қолдан келер қайран жоқ. Қазірге дейін балаларым дауыстан жақсы қорқатты. Алдарының ішіне кіріп ойнап кете алмай, қорқыныш қалып қойған, жүректерінде қорқыныш бар. Қиялындағы жұмақты көзімен көргеннен кейін оның бойын үрей мен қорқыныш жаулаған. Енді Әсем ондай ислам елі жоқ екеніне сенеді. Қақтығыс аймағына кетіп балаларынсыз келген аналар мен ата-анасыз оралған балалар жетерлік. Бауыры бүтін балалары дін аман ата жұртқа оралған Әсем әлі де Даишке барғысы келіп жүргендерді ондай қадам жасамауға шақырады. Егер балдарың жетім қалмасын десеңіздер, психологиясын балдарыңыз ойлайтын болсаңыздар, өзіңізді, болашағыңызды ойлайтын болсаңыздар, бармасын деп айтар. Қабырғасы қайысқан келіншекке бұл күнде балаларымен бейбіт өмір кешіп жатқанының өзі жұбаныш. Елге оралып, жақындарымен қауышқан маңғыстаулық тұрғынның қуанышында шек жоқ. Бізде уже сенім, үміт басталды, оянды. Оларға көп рахмет айтамын. Оларға көп қарыздармыз. Сол елімізге, халқымызға, елбасымызға бізді сондай жаудың арасынан бізді алып шыққанына көп рахмет, ризамын. Бізді сондай соғыстан, сондай жерден алып шығып, бізге көмектескеніне алғыс ретінде еліміздің дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Айта кететін жағдай, Қазақстан Сириядан азаматтарын алып шыққан жалғыз мемлекет. Қазіргі уақытта жусандықтар мен арнайы мамандар, яғни психологтар мен теологтар жұмыс жасап жатыр. Олардың жұмысының оң екенін Әсеммен айтылған әңгіме түйінінен байқадық. Махаббат Нұржанқызы, Талант Құсайын, Маңғыстау медиа.